Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 7-ші практикалық сабағымызды бастаймыз. Бұл сабақты біз сөздерді таптастыру және топтастыру мәселелеріне және есім сөздердің лексика-грамматикалық сипатына арнаймыз. Салыстыру деңгейінде сөз топтары мен сөз таптарының айырмашылығы неде дегенде білеміз, бізде сөз топтары 3, сөз таптары 10 сөз табы бар. Енді бұлардың айырмашылығы неде дегенде, сөз топтары әрине сөздің таза лексикалық мағынасына негізделетін болса, сөз таптары грамматикалық мағынасына негізделеді. Келесі сөздер таптастыру принциптері менен грамматикалық мағына түрлерін сәйкестендіреміз. Семантикалық принцип бізде жалпы грамматикалық мағынаға негізделеді. Морфологиялық принцип категориялық грамматикалық мағынаға, ал синтекстік принцип қатыстық грамматикалық мағынаға негізделеді. Келесі байланыстыру деңгейінде төмендегі тапсырмаларды орындайық. Зат есімді сөз табы ретінде тануда қай ұстаным негіз болады? Алдыңғы тақырыптағы берілгендей сөздер таптастырудың 3 принципі бар. Зат есімде 3 принципте негіз бола алады деген сөз. Семантикалық, морфологиялық, синтаксистік. Семантикалық принцип оның беретін мағынасына негізделеді. Морфологиялық түрлену жүйесіне, синтаксистік сөйлемдегі қызметіне негізделеді. Зат есімнің қандай категориялары бар? Жіктеу зат есім категориясына кіре ме? Зат есімде 3 категория бар: көптік, септік, тәуелдік. Көптік, септік, тәуелдік. Ал жақ немесе жіктік категориясы зат есім шеңберіне енбейді. Ол етістікке тән категория. Себебі бүкіл зат есім жіктеле алмайды. Көмекші есімдер неге зат есім шеңберіне қаралады? Көмекші есімнің зат есіммен байланысы неде? Ойланайық. Көмекші есімдер лексикалық мағынасынан толық айырылмаған, жартылай айырылған сөздер. Ода лексикалық мағына сақталған. Сол себепті де ол зат есімнің шеңберінде жұмсалады, әрі заттық мағына беріп, зат есімше түрленеді. Келесі қолдану деңгейінде төмендегі тапсырмаларды орындайық. Бұнда сөз топтарын топтастырамыз. Яғни сөз топтарына топтастырамыз. Мысалға, үстеу атауыш сөздер тобына кетеді, себебі лексикалық мағынасы бар. Одағай, одағайға кетеді. Сан есім атауышқа кетеді. Еліктеу сөз атауышқа кетеді. Сын есім атауыш сөз тобы, есімдік атауыш, шылау көмекші, мада сөз көмекші, зат есім атауыш, етістік атауыш сөздер тобына кіреді. Яғни бұл жерде лексикалық мағына беру, бермеу қасиетіне байланысты. Сын есімді сөз табы ретінде тануда қай принцип негіз болады? Енді сөздер таптастырудың негізгі жетекші принципі семантикалық принцип барлық сөз табында болады. Ал одан басқа синтаксистік принципте негіз болады. Себебі сын есім қандай да қызмет атқарады, негіз қызметі анықтауыш қызметі, ал морфологиялық принцип негіз бола алмайды, себебі сын есім түрленбейтін сөз табына жатады. Келесі зат есімдерді ажыратайық. Мысалға, тамызық сөзі түбір ма, туынды ма, әлде реңк мәнді зат есім бе? Тамызық туынды зат есім. Ара түбір зат есім. Кітапша реңк мәнді зат есім. Асар, аса деген сөзден шыққандықтан туынды зат есім. Туғыз туынды зат есім. Сиыр түбір зат есім. Сөйлем туынды. Көрік туынды. Мұқа рең мәнді. Болмыс туынды. Сәлем түбір. Көшкін туынды. Көрпеше рең мәнді. Түйіншек рең мәнді. Ыдыс түбір. Бикеш рең мәнді. Жоқшылық туынды. Тездей рең мәнді. Апай рең. Көлшікте рең бар. Баяндама туынды. Әжетай рең мәнді. Шәкең рең мәнді. Қондырғы туынды. Кенжетай
реңк мәнді жинақтар. Ботақан реңк мәнді, Сайман туынды негізгі зат есім, Тікен негізгі зат есім. Келесі, өлеңдегі дерексіз зат есімдерді ажыратайық. Оны мына астындағы бос жерге жазуға болады. Мәселен, бірінші қатардағы дерексіз зат есім билік, яғни көзбен көруге ұстауға болмайтын зат есім. Екіншіде жоқ, үшіншіде ар дерексіз, биліксіз дерексіз, мансап дерексіз, дерт дерексіз, дәру дерексіз, мазмұн дерексіз, мәнсіз дегенде мән дерексіз, биліксіз деген дерексіз. Осы секілді кейінгі мысалдарды талдап, өздеріңіз мына жауап бойынша тексеріп көруіңізге болады. Өзге сөз таптарының сын есімге айналуын адъективтену деп атаймыз. Сөйлемде адъективтенулер кездеседі. Бірінші сөйлемде жас бала, бала бүркіт дегенде айырмашылық бар. Сонда бала бүркіт дегендегі бала сөзіміз контекстке түсіп тұрғандықтан ол бүркіттің сынын білдіріп сын есімге айналып кетіп тұр. Екіншіде алтын күмбезді. Күмбезді дегенде алтын сөзі негізінен зат есім болғанменен ол жерде сындық мағына болып тұр. Қазақ атты әскері. Қазақ деген сөз қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Төртінші сөйлемде темір қалқан. Қандай қалқан? Темір зат есім болғанмен бұл жерде сындық мағынада жұмсалып тұр. Осы секілді келесі сөйлемдерді талдап, өздеріңізді тексере аласыздар. Сан есімдерді мағынасына қарай ажырататын болсақ, бірінші сөйлемде сан есім бір түн дегенде бір есептік сан, төрттен, бестен дегенде топтау сан есімі, келесі сөйлемде 20-30-дан дегенде топтау сан есімі, 25-30-дай дегенде болжалдық сан есім, 5-6 деген болжалдық сан есім. Осы секілді ары қарай талдап көріңіздер. Сөйтіп жауаптарыңызды тексеріңіздер. Келесі есептік сан есімдерден қандай сөз таптары жасалған. 2 саусақ бірікті дегенде бір деген сан есімнен бірікті деген етістік жасалып тұр. Өнер алды бірлік дегенде де не деген абстракты зат есім жасалып тұр. Біресе күні күйдіріп, біресе түні тоңдырып дегенде біресе деген үстеу жасауға негіз болып тұр. Аттар шаршаған жігіттер бірте қалып жатыр деген бірте қалай онда үстеуге айналып тұр. Оны мұнда жазып тексеріп көрсеңіздер болады. Сонымен сөздерді таптастыру және топтастыру, есім сөздердің лексика-грамматикалық сипаты бойынша талқылау жұмыстарын жүргіздік. Назарларыңызға рахмет.